Қалдым жауапсыз, қалдым жауапсыз, қалдым жауапсыз. Ассалаумағалейкум. Бүгін жақсы жаңалығым бар. Міне кішкене көп уақыт өтті. Жақсы бір микрофонға мүмкіндік пайда болды. Осындай бір жақсы микрофон алдық. Кішкене даусымыз жақсы шықсын деп. Біздің мына жатақхана мен мектеп салған кезде содан өтетін қаражаттардың бағдарламасын кішкене бітіріп тастайық. Екі сюжетіміз қалды. Бүгін міне өткенде мен сюжетте айтып өттім. Жатақхана салған кезде оған проектный смета документация дейді, немесе сметалық құжаттар талап ететін бір үлкен сондай бір жобалық сметалық құжаттар деп айтуға болады. Осыған арналған енді көп кәсіпкерлер енді ынта білдіріп соны жаңадан салғысы келсе, соны қай жақтан көруге болатын сондай бір сайт ашып қойған екен. Мен соны сіздерге көрсетпекшімін. Соны қараңыздар, соны тоқталып өтейді. studdom.fincenter.kz дейді. Енді қараңыздар, соған тоқталайық. Не ашсақ, міне studdom.fincenter.kz. Бұл қаржы орталығынан кәдімгі осы бағдарламаның операторының сайты болып табылады. Міне жатақханамен бұл жақта ең бірінші міне оң жақта сіздер телефондарыңызды көрсеңіздер болады. Қай жаққа хабарласуға болатын. Менің барлық беріп жатқан осы мәлімет, осы оқыту, осы білім арттыру мекемелердің рекламасы емес. Менің мақсатым, біздің ниетіміз бұл біздің көп кәсіпкерлер қарапайым тілмен осы бағдарламалар туралы айтып беру, солардың білімін арттыру, солар қаншалықты көп білсе, көп қиын құжаттардың қарапайым тілмен айтып берген кезде осы алгоритм қалай қатысуға болады, ішіне не бар екен, соны көздеп отырмыз. Сол себептен бұл реклама емес, бұл кәдімгі біздің білім арттыру осы кәсіпкерлердің және енді бастап жатқан бизнесмендердің. Қарасаңыздар, мына сайтта картасы бар екен, счетчик бар екен, калькулятор дейді, банк PSD, бұл жобалық сметалық құжаттар, файлы галерея дейді. Енді былай көрейік. Қазір таңда мына цифрлар беріп қойған, қаншалықты осы жатақханалармен договор алып қойған, қанша азаматтар қатысып отыр. Енді мына жақта бір картаны тоқтаса, қарасаңыздар, карта объектов дейді, мына потребность, кәдімгі сұраныс. Мені облыстар былай қарасаңыздар, не бір облыста қанша әлі де осы облысқа қажетті жатақханалар салу керек, қаншалықты әлі сұраныс бар, өте керек ақпарат. Осыны қарасаңыздар болады. Енді мына жақта міне калькулятор расчета дохода дейді. Мына жерде бір қызығы, міне кәдімгі таңдасаңыздар болады. Мысал ретінде міне жаңадан құру, строительство. Енді мысал ретінде бір 400 адамға қарастырылған жатақхананы қарастырсақ, міне 8 жылда қанша, бұл орташа баға деп білемін, орташа бір сома деп білемін, 1,4 миллиард не жазып қойған. Осы 8 жылда қанша біздің кәсіпкер кеткен шығындардың, соның шығындардың қаншалықты өтеуге болатын мына жерде қосымша ретінде көрсетілген. Кейін өтейік, дополнительный мер поддержки дейді. Мына гарантирование проектов деп жазып қойған. Бұны мен сіздерге келесі қаражат бағдарламалар бойынша ішінде осы гарантирование, мына даму арқылы гарантия қалай алуға болады, гарантия дегеніміз не, оны қалай алуға болатынын сіздерге толықтай түсіндіріп беремін. Келесі, мен дорожная карта бизнеса деген бағдарламасы бойынша, бұл басында мен роликте қарасаңыздар, бұл жақта айтып өттім, біздің кәсіпкер екінші деңгейлі банктерден процентпен кредит алады, несие алады, соның кемінде тең жартысын осы соңғы пайызы осы кәсіпкерге түсетін 6-7 пайызға болатындай соны субсидия береді мемлекет тарапынан. Осы процентный ставканы банктерге мемлекет төлейді. Соңғы пайызы біздің кәсіпкерге 6-7 пайыз қалу керек. Әр кезде 9 пайызға дейін. Сонда әрі қарай тоқталып өтеміз басқа бағдарламаларда. Земельный участке ең қиыны қазір таңда мына мемлекет осы бизнесмен кәсіпкерлер жатақхана немесе мектеп салған кезде оларға ең қажетті бұл жер. Көп азаматтарда жер болмауы мүмкін, сол себептен мына жерде жазып қойған обеспечение земельного участка через СПК дейді, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы. Енді мына жерде алгоритм беріп қойған, қалай алуға болады, кімге баруға болады, толықтай алгоритм беріп қойған. Енді
ең қиын қазір мен осы жер табу деп ойлаймын. Сол себептен оны ары қарай бір проблемалар болған кезде тоқталып өтеміз. Енді міне проектный смета документация, типовые ПСД дейді. Былай ішіне кірсек, мына жерде 5 қабатты 104 адамға арналған жатақхана. Соны алуға болады. Сонымен бірге 7 қабатты 184 адамға арналған, 9 қабатты 244 адамға. Бірақ мына жерде әдемі суреттер беріп қойған. Енді проекттің ішінде әдемі суреттермен көрсетілген жатақхана, бірақ әлі де Қазақстанда бір осы халықаралық деңгейде осындай современный форматпен әлі дизайнды көрген жоқпын. Сол себептен болашақта болады деп сенемін. Мынау частный ПСД дейді, строительство. Ішіне кірсек, міне қарасаңыздар, Павлодар қаласында жатақхана бар екен. Суреті беріп қойған, Қостанайда суретін беріп қойған. Осында да осы зданияның проектный смета документация, құжалық сметалық документациясын алуға болады. Павлодардың қарасаңыздар, Қарағанды дейді, мынау Шымкент қаласындағы, мынау Қостанайда, басқа. Бұл кәдімгі қазір таңда іске асырылған жобалар екен, солардың құжаттық сметалық документациялары. Так, келесі кеттік. Частный реконструкция дейді. Енді бұны қайта құру, реконструкция, ремонт жасау. Бұл жақта бір ғана медакадемия, Шымкент қаласындағы. Ақпараттық файлдар дейді, нормативная база, презентационный материал дейді, алгоритм получения господдержки дейді, шаблон заявления договоров. Осы жерде қарсаңыздар болады, ішіне кіріп көрейік. Міне кәдімгі қандай өтініштерді формасын толтыру керек, толықтай мына жерде көрсетілген, қарасаңыздар болады. Так, келесі кеттік. Менеджер проект. Не, ең қызығы осы. Бұл кімге хабарласу керек? Мен әрбір сюжетімде соңында кәдімгідей телефондарды беріп қойған. Енді колл-центр бар, бірақ сонымен бірге мен қосымша сол жақта сотовый телефон беріп қойған. Сол жақта Айгерім деген бір менеджермен таныстық. Мен айттым, мені көрген көп азаматтар, кәсіпкерлер сізге хабарласу мүмкін, сұрақтарға жауап берген дұрыс. Себебі көбінесе мына рабочий телефонна жұмыс телефонын береді, бірақ ол кезде көп кәсіпкерлер айтып жатады, біз хабарласпай жатырмыз, себебі ешкім алмайды деп, немесе обедке кетіп қалады. Сотовый телефон қазіргі әр адамда, әр менеджерде сотовый телефон бар, соған хабарласып, мен телефонды соңында қарасаңыздар болады. Енді мына жердегі көрсек менеджерлардың аттарын, есімдерін беріп қойған, хабарласу болады. Так, келесі база инвесторов дейді. Бұл қазіргі таңда салған азаматтар шығар. Так, не реализованный проекты. Былай қарасақ, біраз жатақханалар бар екен, бірақ енді былай мен өздеріңізге белгілі, мен дизайн мышление, мына дизайнге кішкене көп мән беремін. Сол себептен өткенде кешеде хабарластым осы финцентрдің адамдармен. Кәдімгі дизайн одан да әдемірек салуға болады, одан да жақсырақ жасауға болады. Ол ешқандай қаражатты көп талап етпейді. Сол қаражаттың ішінде көп современный дейді ғой, қазіргі жастар. Енді жастар тұрған соң, ол жақта біздің кішкене дизайнға көңіл бөлсек дұрыс болады деп сенемін болашақта. Міне мына жақта қазіргі студенттер үйін көрсек болады. Так, медиагалерея бұл. Так, әрі қарай міне телефондары. Енді бүгін міне біз осы құжатты сметалық документация қай жақта алуға болады, және ол сайттың ішінде не бар, соны сіздерге көрсеттім. Әрі қарай жалғастырамыз. Сау болыңыз.